Сәлем достар. Бәріне сәлем, сендермен мен Бүрлен, және де бұл блог. Қаншама уақыт жоғалып ютубтан қайтадан влог түсіремін деп шештім. Және де бұл менің өмірімдегі жаңа бір парақ басталайын деп жатыр. Қазір негізі түнгі сағат 12, почти. Мен бүгіннен бастап таңғы сағат 5-те тұрып, жаңа өмір бастайын деп жатырмын. Спасибо. Ондай болса, таңғы сағат 5-те кездескенше. Достар, қазір таңғы сағат 5-тен 47 кетті. Мен бұлай вообще последний раз қашан тұрғаным есімде жоқ. И таңертең вообще тірі жауын жоқ қой далада. Ауа да кайф, өмір де кайф болып тұр. Просто ұйқым келіп тұр. Көз ісіп тұр, кішкене. Бір-екі штук машина бар екен, даже машина жоқ қой далада. Достар, я в шоке. Паркке келдім, бірде-бір адам жоқ қой. Я думала, что наоборот паркте бір 4 адам болады, жүгіріп жүрген деп. Почему-то ешкім жоқ. Зато маған кайф, өз-өзіммен жалғыз. Алла. Күшті болып тұр да. Просто көзіміз тұрғанымыз, а. Күндіз отыра алмай жүрген качеляма отырып мәзмін, достар, десің. Мен өз ойларымен бөліскім келіп тұр. Бұл паркте мен және бір 2 штук болмыш, болды, басқа ешкім жоқ. Мен жалпы ұйқы режимім өте қатты бұзылып кетті. Сондықтан мен оны қайтадан өз қалпына келтірейін деп шештім. Бір жағынан ұйқы режимін дұрыстап жатырмын, екінші жағынан бір қайтсам болады, күнім бір сәтті өтсін, бодыр өтсін, продуктивно өтсін деп өсте тұрайын деп шештім күнде. И әр күні әр түрлі жерге барғым келіп тұр. Мысалы, бүгін паркке келдім, ертең басқа жерге барамын деген сияқты ғой. Қазір уже сағат 6 болды. Мен 7-ге дейін ошақта боламын. Сосын бұйыртта 7-ге дейін төсіп боламын. Сосын комнатама барамын. Сағат где-то бір 10 соналарда баратжан. Сосын барып китайский оқимын. Китайский оқығаннан кейін бүгінгі лекцияға дайындаламын. Боянып, шашымды тарап, аумау. Солай бүгінгі күнім солай өтейін деп тұр. Әзірге менің пландарым бойынша қаратай не болатынын көреміз енді. Енді келіп китайский жазып жатырмын. Қазынаның бәрін жаттап жатқа жазу керек енді. Достар, почему-то сонная болып тұрмын бар ғой. Но, по идее, классно. То, что мен ұйықтап қалмадым. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had alight on my mind. I never saw it. Қазір уже сабақтың уақытына таяп қалды. 8:13 болды. Мен сабағым 9-да. Маған 8:40-та 45-те шығу керек. Сол үшін мен қазір боянайын деп жатырмын, Мен білмеймін, негізі қатты боянғым келіп тұрған жоқ. Достар, мен қазір бояну процесіндемін. И боянып отырып әңгіме айтқым келіп кетті, Кетіріңдер. Менің қазіргі байқаған нәрсем, біз өмірге емес, телефонға өте көп уақыт құртады екенбіз. Реально. Тек мен ғана емес, менің араласатын ортам, мен араласпайтын орта барлығы телефонға қатты тәуелді. Мысалы, осыдан 2-3 жыл бұрын, мен кішкентай болғандықтан ба, әлде білмеймін,
не екенін білмеймін, олай қатты телефон қарамайтын барлығы. А вот қазір екінің бірі тәуелді ғой. Даже мен тәуелдімін телефонға, понимаете? Мен сағат 10-да телефон ұстаған месінде көзімді ашсам, может түнгі сағат 4. Түнгі или таңға даже. Таңғы сағат 4, короче. Және де сендерде осындай тәуелділік бар ма? Бар болса, онымен қалай күресесіңдер? Мысалы, кейбіреулер телефон қарамай, андай типа уақытын азайтуға тырысады, бірақ аптасына 1-2 рет қатты кіріп кетеді телефонның ішіне. Кейбіреулер вообще таңертең телефон ұстамауға тырысады. Сендерде қалай? Мысалы, мен қазір кішкене әлеуметтік желілерге кіруімді азайттым, но по-любому тәуелдімін, короче. Достар, мен влог түсіріп жатқанымды ұмытып кеттім. Пиджам түсір. Короче, бізде негізі қазір окошка. Біз сабақтан қашып кеттік, бірақ сол қазір. Мен Назарбаевтың баласымын. Назарбаевтың ағасымын. Мен Назарбаевтың звайнигімін. Общагаға обед ішуге баратырмын. Мынау Ақгүл. Короче, достар, біз медосмотр өтіп жүрміз. Барынжет медосмотр өтіп жүрміз. Біз спонтанно Ажар екеуміз кездесіп, фотосессия жасауға кетіп барадық. Ажарға бір белгісіз жігіт гүл беріпті, достар. Oh my god! Wow! Бүгін просто 15 сәуір ғаштар күні. Сол Ажарға бір белгісіз жан гүл беріпті. Белгісіз жан, Дима. Менің саған жарқыраған. Осында қуатын ілетін бұл, мән бермей қойыңдар. Көктем әсер етіп отыр. Мына гүлді бағалаңдар 1-ден 10-ға дейін. И примерно... Еще қасына макарон сүй болған, И жанында макаронсы болған. Ол уже жоқ. Короче, бағалаңдар вот. И примерно бағасын сумасын айтып көріңдерші. Біз мияққа келдік. Мне подарили цветы. Рзава! Кетіп баратыр қасылай. I said yes. Бірақ мына гүлге yes деп айтпайтын едім, достар. Кешіріңдер. Сен yes деп айтар ма едің? Жоқ. Конечно, достар. Вы чё? Это же просто пока что, это начало же. Вот именно. Это начало, ты понимаешь? Селимстер. Миша, привет, Миша! Без следующего. И взяли самгак нигири. Один с бульгоки, один с пипим. Пипим это будет чуть острый. Ой, болды, кетсілік жоқ болды бірде. Бір біле қояды деп айтып еді. Достар, мен әдейі петличка алып шықтым. Қазір біз нан дәмін тататын боламыз. Бұны мен аты қалай еді? Сью ма? Сью дейтінен алдым, короче. Нан былай ашады екен. Это самгак нигири. Самгак анигири дейді біреулер. Десіңді? Мұстан бақыртып қойып енді, рахмет әрине. Ой, мынау жазып кетті той. Айтпайсыңдар ма, достар, деп отырсыңдар. Ay bu adam olmaydı. Bu adam olmaydı o. Спасибо. Не болды? Қалдымашын Қарандар, мен идеально ашылды, Ажардық вообще чертскийде. Қазір дәм көреміз. Nice. Просто рис, нор и все. Оға что дәмін ішті жатқан жоқпын. Маған немді алып келді, шекімді затымды алып келді. Это быстро. Қазір нанда дәм көреміз, достар. Тропик дейтінді алдым. Дәм көрсін ба? Достар, айтан ұмытып кеттім, короче, наған 10-нан 7 қойым, потому что начинкасы аз, и
и қатты бір дәмі емес, просто рис пен оридің дәмі, все. И то оридің дәмі сезілмейді. Наған Bubble Tea Tropic'a как тұрыңдар. Оннан 8 қоямын. Бірақ любительге арналған, мысалы ажарға арналған жоқ, маған ұнайтын жоқ. Короче, достар, біз осындай заттар алдық. Аджар гүджу. Тура фотодағыдай болып кетті. Мынау да по идее. Стоит екен. Короче, нан токбокки дәмді екен, достар. Қазір курочкасын дәмін көреміз. Курочкасы тоже вкусно. Оннан 10 қоямын. Реально ұнайды маған. Біз ажар екеуміз қоша салмай отырмыз, достар. Кеткім келмей жатыр көргеннің жанынан. Придется кетуге. Короче, достар, мен комнатама келдім. Мен бүгін қанша шаг жүрдім деп ойласам. Как күте тұрмдар, мен бұны көрсетіп мақтануым керек. Ту, я твою мать. Мен сондай красавчик. 20.829. Короче, достар, қазір сағат 21:47. Мен сағат 10-ға дейін ұйықтап қалуым керек. Чтоб мен ұйқым қанып, нормально ұйқы уақыты түзелу үшін, режимімді түзеу үшін. Солай, ертең таңғы сағат 5-те кездескенше. Короче, достар, мен бүгін 5-те тұрдым. Тұрсам, жаңбыр деген құйып тұр далада. Сосын настроением түсіп кетті. Сосын, онда кішкене жата тұрайын деп бүйтіп ұйықтап қалдым да. Тұрсам, сағат 8-ден асып кетті. Ал маған медосмотр өту керек. Сол қазір тез-тез боянып, медосмотрға барам. Ары қаратай менде физра болады. Құлая отырым ба, бірдеңе болып тұрмын. Достар, қазір сабаққа келдік. Уақыт. Сөз тапсырайын деп жатырмыз. Достар, білмеймін, мен көріп тұрмын ба, жоқ па. Короче, мен байқамай душқа түсіп ұйықтап қалдым. Мен негізі сағат 10-ға дейін ұйықтап қалуым керек болған. Мен 10-да тұрып тұрмын, ойлаңдаршы. Қазір сағат примерно 10:30 болды. И маған 12-ге дейін ұйықтап қалу керек. А то ертең 5-те тұру невозможно болады. Традиция бойынша 5-те кездескенше. Қайырлы таң, достар. Мен 5-те тұрып, короче, Гаухармен бірге медеуге баратырмын. Прикиньте. Біз келдік, жаңбыр құйып жатыр медеуде. Жаңбыр. Пойди, капец-то классно, просто жаңбыр бәрі құрт тұр. Погодада жаңбыр деген нәрсе жоқ. Сондай көт ауыратындарымыз ғой. Секунду, не верь. Мышки тяжело. Отрынывает, короче. Короче, достар, мен боянып сабаққа баратырмын. Өзіме мусор алып кеттім, әдеттегідей.
жаңбыр әлі жоқ тұр. Мен терезеден қараған кезде жаңбыр жоқ болып көрінеді всегда. Зонтик алмай қояйын, хорошо деп шықсам, жаңбыр тамшылап тұр. Сабақта жүрмін достар, короче. Аңғарыңдар, универде жарғанып жүр. Басма топ бітігіміз болды. Наконец-то китайский тапсырып болдым. 10 сөздің 8-ін орым жаздым, 2-ін жазамай қалдым, короче. Сол ұсапта қиналып 32 сөз жаттадым. Қиналып кеттім, короче, соны тапсырдым. Мен тапсырып мәз болып кетіп баратырмын. Достар, мен байқамай ұйықта қалдым сағат 4-те. Сағат 8 болды. Мен кешкі прогулкаға шығып жатырмын. Потому что асқызым артып тұр. Достар, бүгін мойындаймын, мен ұйықтап қалдым. Байқамай сағат 7-те тұрдым. 5-те будильникті көрдім, ояндым, өшірдім. Қазір тұрам деп 7-те бірақ тұрдым. Потому что мен дұрыс емес ұйықтап қалдым. Мен, короче, сағат түскі 4-тен кешкі 8-ге ұйықтап алдым да, байқамай. Сосын 11-ге дейін 10-ға дейін далада жүрдім, гуляттап. Сосын ары қаратай келіп телефон шықып сағат 3-ке дейін жаттым. Сөйтіп 7-те тұрдым. Өкінішке орай. Қазір мен сабаққа кетіп баратырмын, короче. Короче, достар, мен сабақтан шықтым. Мәдениеттануды 90 балға жауып мәз болып баратырмын. Енді қазір Казноградқа барам, қайттан медосмотр өтем. Сосын ары қаратай бір кастингке жазып қойғам, вокал бойынша. Сол кастингке барам. Сосын сенаттың жиналысы болады. Бүгінге план осы. Короче, достар, мен медосмотр өтіп болып, торговый центрға барып өзіме кроссовки алдым. Потом қайттан общакаға келіп, заттарымды қойып, кірттен киім ауыстырып, Казноградқа жиналысқа баратырмын сенаттың. Кстати, бірінші кастингке барам. Потом барып жиналысқа барам, короче. Короче, достар, шықтым кастингтен. Видеоның качествосы ужасно болып тұр, потому что түн дайындалмай барып едім. Ятай, ана жақта бәрі дайындалып, киімін киіп келген. Мен бардым, кроссовкамен айтып шықтым. Әдеттегідей ешқандай плансыз Тереңкурға шығып кеттім, не причем. Кастингтен шыға сала Тереңкурға келдік, короче. Ауа райы дейтін, ауа деген вообще кайф. Осын өмір сүргім келеді ғой, короче. Короче, доступ казалычын. Липоты осында екен. Тахар комфорт шақыра беретін ауруы бар. Өсті Toyota S-класс. Достар, осылайша влог та соңына жетті.
Мен бұл влогты негізі сәуірде түсірген екен. Қазір маусымның 11-і. Енді есіме түсіп отыр, шыны керек. Бір қорытындысын түсіріп қояйын деген ниетім ғой. Жалпы, қазір мен ұйқы режимі өте керемет, тамаша. Мен таңғы сағат 7-де уже будильниксіз спокойно тұрам. Түнде сағат 11-де уже өзім ұйықта қалам. Сондықтан ұйқы режимі адамның бүкіл ағзасына, өміріне, энергиясына байланысты болады. Сондықтан барлықтарын ұйқыларын жөндеңдер. Себебі қазір уже жаз, барлығы түскі сағат 1-ге дейін, 11-12-ге дейін ұйықтай береді. Бұл режим ауысып кетуіне әсер етеді екен. Сондықтан барлықтарыңа ұйқы режимін түсуге кеңес беремін. Келесі влогта кездескенше.